Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Аптаның айшықты ақпаратын ағайынға жеткізу үшін қылыштан өткір, қылдан нәзік қызыл тілден сөз сауып көрейік. Осы аптада даудың басы Дайрабаевтың балаларына бағытталды. Президент сайлауында сампылдап, ауыл партиясында жалпылдап жүрген Жигули Дайрабаевтың ұлдары мемлекеттен 550,8 миллион теңге жымқырды деген айбар қалады. Біз бүгін осы тақырыптың төңірегінде барлығын сары майдан қыл суырғандай жіліктеп жеткізейік, ендеше көріңіз. Қулығына құрық бойламайтын Дайрабаевтың қос ұлы мемлекеттен құлпынай көшеттер үшін субсидия алған. Алайда субсидияның бір бөлігі, яғни 550 миллион теңге жеке мақсатқа жұмсалғаны анықталыпты. Аталған іс бойынша Дидар Молдақалық пен Марат Дайрабаев 5 жылға шартты түрде сотталған. Сондай-ақ сот үкімінде екеуінің мемлекетке 290 миллион теңгені қайтарып беруге міндетті екені жазылған. Алайда айыпталушылар тағылған айыпты мойындамапты. Өспейтін адам өнбейтін дауды даулайды деген сөз бар ағайын. Бірақ бұл даудың астарында талай қызықтың бары байқалады. Естеріңізге салайық, Дайрабаев өткен жылғы президенттік теледебатта Қазақстанды аграрлық державаға айналдыру керек деген еді. Ол аз десеңіз, желінген қаржы мәжіліс депутаты үнемі айтып, мемлекеттен сұрап жүретін ауыл шаруашылық субсидиясының бір бөлігі. Сауысқан сақтығынан өлмейді, сұқтығынан өледі деген осы ағайын. Әлеуметтік желіде ұлдары ауыл шаруашылығы саласында ақша жымқырған үшін сотталғаннан кейін ауыл партиясы атынан мәжіліске сайланған Жигули Дайрабаевтың депутат болуға моральдық құқығы бар ма деген сауал қызу талқыға түсті. Ағайынның көкейіндегі көпті ойды қоғам белсендісі Мұхтар Тайжан тап басып айтты. Цитата. Екі бірде ұлдарыңыз мемлекеттің 550 миллион теңге ақшасын жеп ұрлап кетті. Ол өзіңіз үнемі мемлекеттен сұрап жүрген ауыл шаруашылығындағы субсидия еді. Енді сіздің халық атынан депутат болып, мәжілісте отыруыңызға моральдық хақыңыз жоқ. Сол үшін сіз, арыңыз болса, өз еркімен отставкаға кетуіңіз керек. Демалыңыз. Аталған мәселеге қатысты ауылдықтар алғашында байғыздай бұғып қалғанды. Артынша партия мүшесіне қатысты пікір білдірді. Күмәндісі сол, іргесінен шыққан іріткіні ауылдықтар сайлауға дейінді білетін болып шықты. Ауыл фракциясының жетекшісі Анас Бақтықожаев Жигули Дайрабаевтың жеке басына қатысты ешқандай іс жоқ. Ол партиямыздың абыройлы мүшесі деп мәжілісменге шаң жуытпады. Міне бейне жазбасы. Енді біріншіден бұл жағдай туралы біз сайлауға дейін де білгенбіз. Бұл бұрыннан келе жатқан мәселе. Біз кандидат тіркеген уақытта бұл туралы толық ақпарат бізде болды. Және қандай тәуекелдер болатынын да біз білдік алдағы уақытта. Екіншіден, бұл азаматтар соттың шешімі шықса, бұл ересек азаматтар өздері қоғам алдында да, заң алдында да жауап беруге өздері міндетті деп есептейміз. Бал ұстаған бармағын жалайды демекші, долларды көргенде Дайрабаевтың балаларының өзі жолдан тайып, жемқорлық жасағаны депутаттың атына кір келтіретіні анық әрине. Алмақтың да салмағы бар дейді қазақта. Мемлекеттің қаржысын жымқырғандар жазасын алуы тиіс. Дайрабаев отбасының былықтарынан кейін енді біз жаңа қазақстандықтардың балалары мен басқа туыстарының тірліктерін мұқият қадағалауымыз керек. Ал Жигулидің мәжілісмендер қатарында отырғаны дұрыс па, бұрыс па, оны комментарийге жазыңыздар, құрметті көрермен. Осымен Бағдардың кезекті сәні тамам. Арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.